Саламатсыздар ма? Бүгін біз кругы бар шақырту видеолар жасаймыз. Сонымен қатар шақырту видеоларына градиент жасайтын боламыз. Canvaға кіреміз, плюс батырмасын басамыз. Стоп, мен история в Instagram деген таңдай саламын. Осыны. Енді плюс батырмасын басып, элементіға кіреміз. Астында элементіға кіріп, мұнда круг деп жазамыз. Сөзді мінекей графикадағы бірінші шығып тұрған кругты таңдаймыз. Сосын үлкейтеміз. Енді жоғарыда поделицаны басып, скачать батырмасын басамыз. Прозрачный фонға галочка қоямыз. И PNG форматта деп скачать етіп аламыз. Сақталды. Енді CapCut'қа кіреміз. Ажымызды саламыз. Мінекей мына видеоны алдым. Бұны мен мынандай форматта видео қылып жасаймын, кішкене ұзартып. Мінекей осындай болсын видеомыз. Енді астындағы наложениені таңдаймыз. Дөңгелегімізді қосамыз. Кішірейтейік. Мінекей дөңгелегіміз тұр. Қараңыздар, дөңгелегіміз қажетінше созып аламыз астынан. Аяқтың шетінен тартып созамыз. Сосын анимацияға кіреміз. Анимацияға кіріп, раскачивание өзімізге ұнаған анимацияны таңдаймыз. Сосын выводтағы кірген кездегі, басталған кездегі, вывод шыққан кездегі анимацияларын таңдап шығамыз. Мінекей. Сосын окейді басамыз. Сосын кішкене қат әппақ болып тұр, соны кішкене бәсеңдету үшін смешанное дегенді қосамыз. Смеш деп жазылып тұр. Мінекей. Кішкене нормальный дегенді өйтіп кішкене азайтсақ, екеуі араласып тұрады. Галочканы басамыз. Мінекей осындай дөңгелек болды. Енді астынан копировать дегенді таңдап, осының астына тартып апарып қоямыз. Яғни осы шеңбердің екінші шеңберінің размерін кішірейтеміз. Соны қосып көрейік. Осылай екі шеңбер тұрады. Осылай жасасаңыздар болады. Сосын осыны тағы да копировать етеміз. Екінші жағына бұны асты қарай түсіреміз. Үлкейтеміз. Мінекей. Бұл астынан шығып тұратын болады. Бұны да копировать етіп, астына екі-үшеуін осылай қоямыз. Размерлерін кішірейтеміз. Сосын соңындағы анимациясын өзгерту керек. Анимациясын өзгертеміз. Осветление қойып шықтым. Басталған кезде отделение деген анимацияны қойдым. Осындай болды. Енді мұнда тағы да добавить наложениені таңдаймыз. Ақ фон керек осындай. Ақ фонды астына қарай қоямыз. Соны копировать етеміз. Осыны астына қоямыз. Мына жаққа шығарып алайық тұрпышынан. Астынан масканы таңдаймыз. Кругты тағы бір чертеміз. Сөйтіп, мына перосын көбейтеміз осылай. Галочканы басамыз. Мінекей осылай үлкейтіп аламыз. Басына кішкене қосамыз. Кішкене төртбұрышын басып,
Смешанное дегенге кіріп бәсеңдетеміз. Галочканы басамыз, мінекей осындай градиент шықты. Осылай тексттерімізді жазып сақтап аламыз.